Семей көпсалалы колледжі. Пән Қазақстан тарихы. Мамандық бастауыш білім беру. БС 13 тобы. Пән оқытушысы Максен Дастан Ержанұлы. Сабақтың тақырыбы Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты және халықаралық жағдайы. Кеңес өкіметі тұсындағы Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының сипаты қандай? Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталуынан бір жылдай бұрын 1944 жылдың көктемінде халықаралық конференцияның шешімімен Кеңес одағының барлық одақтас республикаларында сыртқы істер халық комиссариаттары, кейін сыртқы істер министрлігі деп аталды, құрылды. Қазақ КСР жоғарғы кеңесі 1944 жылдың 13 сәуірінде Қазақ КСР сыртқы істер халық комиссары құру туралы арнайы бұйрық шығарды. Республиканың тұңғыш сыртқы істер халық комиссариаттарының төрағасы болып белгілі қоғам мемлекет қайраткері, ғалым, профессор, Республика министрлер кеңес төрағасының орынбасары Төлеген Тәжібаев 1910-1964 жылы тағайындалды. Сыртқы істер министрлігін құруда елімізде белсенділік танытқан қоғам қайраткерлерінен кімдерді білеміз? Қазақстан сыртқы істер министрлігін Төлеген Тәжібаев, Асқар Закарин, Әди Шәріпов, Балжан Бөлтірікова, Қайырғали Байғалиев өздерінің негізгі қызметімен қоса атқарды. Ал 1973 жылдан бастап министрлік дербестік алды. Қазақ КСР сыртқы істер министрлігін қызметін 1973-1976 жылдары Мәлік Фазалов, ал 1981 жылға дейін Мүсілім Базарбаев, ал 1989 жылға дейін Михаил Есенәлиев, 1989-1991 жылдары Ақмарал Арыстанбекова атқарды. Қазақ КСР Кеңес одағының құрамында болған кезде оның сыртқы істер министрлігі республиканың сыртқы саясат мәселелерін шеше алмады. Оларды орталық Мәскеу шешетін. Қазақ республикасының тәуелсіздік алғаннан кейінгі дербес сыртқы саясат жүргізуі дүниежүзілік халықаралық жағдайындағы өзінің орнын анықтауы тиіс болды. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша еліміздің сыртқы саясатының негізгі бағыттарын ел президенті айқындайтын. Сол бағыттарды жүзеге асыру сыртқы істер министрлігіне жүктелді. Ал сыртқы саясат қызметінің заңдылық негізін республика парламенті белгілейді. Қазақстан сыртқы саясат тұжырымдамасының негізгі бағыттарын республиканың тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің 1992 жылғы 16 мамырдағы Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуындағы стратегиясы деген еңбегінде анықтап берді. Сыртқы саясаттың негізгі мақсаты деп көрсетілген онда еліміздің саяси және экономикалық реформаларында негізге дәйекті даму үшін қолайлы сыртқы ортаны қалыптастыру және қолдау. Бұл маңызды жұмыс сыртқы саяси ведомствоны қайта құрудан басталды. Қазақстан Евразиялық аймақтың дәл ортасында шығыс пен батысты байланыстыратын көлік және коммуникация желілерінің түйіскен жерінде орналасқан. Экспорттың негізгі бөлігін шикізат, металл, мұнай, астық, жүн құрайды. Сондықтан әлемнің шикізат рыногына тәуелді. Өзінің осы жағдайларын ескере отырып, Қазақстан халықаралық аренада көп қырлы бағдар ұстанды. Оның мәнісі таяу және алыс шетелдердің бәрімен өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту болып табылды. Бұл бағыттағы стратегиялық міндеттер еліміздің тәуелсіздігі және оның аумақтық тұтастығы мен шекараның бұзылмайтындығын сияқты ұстанымды мәселелерді үнемі ескеріп отыру деген сөз. Қазақстанның халықаралық қатынастарындағы алатын орны мен рөлін анықтау үшін еліміздің географиялық, геосаяси және геоэкономикалық жағдайы мен мүмкіндігі ерекше маңызды болып отыр. Дүниежүзілік қоғамдастық Қазақстандағы 21 ғасырдағы негізгі энергия көздерін берушілердің бірі деп санайды. Үйге тапсырма. Қосымша ізденіп, тақырыпқа сай рефераттар жазу. Бірінші, Біріккен ұлттар ұйымының әлемдегі рөлі. Екінші, Шанхай ынтымақтастық ұйымының тарихы. Іздестіру көздері: кітаптар, интернет сайттар, газет, журнал. Әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.